Көктемнің шуақты күндері және ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына санаулы күндер қалды. Қостанай телеарнасының шығармашылық тобы көрермен назарына арнайы бағдарлама әзірледі. 22 Наурыз күні сағат 12:00-де облыстың бас арнасын қосып қоюды ұмытпаңыздар. Өнерпаздар әсем әннен сіздер үшін шашу шашып, ұлттық ойындар ойнатылады. Берекелі дастархан және тағы басқа қызықтар Алтыбақан аясында өтеді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз, жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы, тек адамзаттың ғана емес, табиғаттың да жаңарып бой түзейтін шағы. Күн мен түннің теңеліп, жан дүниені тірілткен, төрттілік төлдеп, арқа басы кеңіп, аққа ауыз тиген, қыстың ызғарынан құтылып, алдағы шуақты күндерден үміттендірген көктемгі мереке астықты өлкемізде үлкен ықыласпен тойланады. Алтыбақан аясында бағдарламасы көрерменге мейірімділік, сүйіспеншілік пен жылулық атмосферасын жеткізеді. Мынау шолпы, мынау тақия, қыз балаға мынандай тақия кигізіп төбете. Сосын мынау екі шолпыны екі өрім бір шашына өріп, осы шолпыдай таза болып, шолпыдай сыңғырлап, дыбысы шығып жүрсін, қыз баланың бой жетіп, ер жетіп келе жатқанын көрсетеді. Дәстүрдің тозығынан озығы қымбат демекші, Қостанай телеарнасының мерекелі де берекелі дастарханы адамзаттың басын біріктіріп, кезінде қазақ халқының ұмыт болған салт дәстүрлері туралы айтатын болады. Сонымен бірге жанды дауысты әндер айтылып, мейрамның көркін қыздырады. Қазақстан жүзден астам ұлттың басын біріктіріп отырған бейбіт ел, және осыған сай жыл сайын әз наурызымызды да тәтті көңілді қарсы алады. Көгілдір экраннан түрлі этнос өкілдері ыстық лебіздерін, жүрек жарды құттықтауларын жеткізеді. Мұнымен қоса біз Қостанай облысының өнерпаздарымен бірге сақина салуды ойнаймыз. Ереже бойынша жеңілген адам өзінің талантын паш етеді. Ендеше ойын барысына кіріссек, дәл осы баладан бастасам. Күнге сақина түседі. Сақина бір ойыншының қолында ақ қояным ұшып шық. Ал кейбір тілшілеріміз ұлыстың ұлы күнін тойлатып жатқан отбасылардың шаңырағында қонақ болды. Онда олар ұлттық тағамдарды дайындаудың қыр-сырына қанықты. Мынау дастарханға қойылған мына құрттың түрлері, мынау сүзбе құрт дейміз. Оны қапшыққа үйітіп, содан жасаймыз. Мынау қайнатқан құрт, оны кәдімгідей қазан пешке неге қайнатамыз. Алтыбақан аясына 22 Наурыз күні сағат 12:00-де келіңіздер. Ұлыстың ұлы күнін Қостанай телеарнасымен бірге қарсы алыңыздар. Әлия Құлтанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.